Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 45-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жай есептерді құрама есепке айналдыру. Бірінші есеп. Жай есепті сызба түрінде модельде және шығар. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Екінші қабатта неше сынып бөлмесі бар? Ең алдымен сызба бойынша моделін сызып аламыз. Бірінші қабатта 20 сынып, екінші қабатта бірінші қабатқа қарағанда жетеуі кем. Шешуі кем болғандықтан 20-дан 7-ні азайтамыз. Бізде 13 шығады. Жауабы екінші қабатта 13 сынып бар. Екінші есеп. Екі амалмен шығатындай етіп, бірінші тапсырмадағы жай есептің сұрағын өзгертуге болады. Сонда мынадай құрама есеп шығады. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар? Бізде моделі сызылып берілген, яғни бірінші қабатта 20 бөлме, екінші қабатта бізде жетеуі кем бөлме. Барлығы белгісіз. Мына өрнек нені білдіреді? Бірінші өрнек, яғни азайту белгісі берілген, 20 азайту 7 деген өрнекті білдіреді, яғни бұл жай есеп деп аталады. Жай есепте бізде тек қана бір амал қолданылады. Екінші, мына өрнек нені білдіреді? Яғни жақшаның ішінде азайту, жақшаның сыртында қосу берілген. Ол бізде жақшаның ішінде 20 азайту 7, қосу 20, яғни барлығын табу үшін берілген есеп. Бұл құрама есеп деп аталады, яғни екі амалмен қолданылады. Бірінші жақшаның ішінде екінші қабаттың бөлме санын анықтап аламыз. Оның жақшаның сыртында қосу 20, ол шыққан мәнге, жақшаның ішіндегі шыққан мәнге 20-ны қосқанда бізде барлығы екі қабатта да қанша сынып бар екенін анықтауға болады. Сонда бізде 33 шығады. Жауабы барлығы 33 сынып бөлмесі бар. Үшінші есеп. Есепті шығар. Мектепке 26 принтер және одан 5-еуі артық компьютер сатып алынды. Мектепте барлығы неше техникалық құрылғы сатып алынды. Осы құрама есептің кесте түріндегі моделі бізге берілген. Яғни принтер саны бізде 26, компьютер саны бізде белгісіз, бірақ принтерден 5-еуі артық. Барлығы неше құрылғы белгісіз. Мына теңдік нені білдіреді? Ең алдымен шартын құрып аламыз. Принтер бізде 26, компьютер белгісіз, бірақ 5-еуі артық. Барлығы қанша құрылғы? Шешуі. Ең алдымен компьютер санын анықтап аламыз. 26-ға 5-ті қосқанда 31, яғни 31 компьютер саны бізде. Енді манаға берілген теңдікке қойып шығарамыз. 26 қосу жақшаның ішінде 26 қосу 5, яғни бұл теңдік барлығын табу үшін берілген теңдік. Бұны құрама есеп деп атаймыз. 26 жақшаның ішінде бізде 31 шықты, 26-ға 31 қосқанда 57. Жауабы барлығы 57 техникалық құрылғы бар. Төртінші есеп. Мектеп ауласында 35 терек және одан 16-сы кем шыршы ағаштары өсіп тұр. Мектеп ауласында барлығы неше ағаш өсіп тұр? Ең алдымен шартын құрып аламыз. Терек бізде 35, шырша белгісіз, бірақ 16-ға кем. Теректен барлығы бізде белгісіз ағаш. Шешуі. Ең алдымен шыршаның қанша екенін тауып аламыз. Ол үшін жақшаның ішінде 35 азайту 16, бізде терек 35-ті қалдырамыз, жақшаның ішін шығарып аламыз. Бізде 19, бұл шыршаның саны. 35-ке 19-ті қосқанда 54 шығады. Жауабы барлығы 54 ағаш өсіп тұр. Бесінші есеп. А нұсқасы. Өрнектерді түрліше оқы және мәндерін тап. Жақшаның ішінде 54 азайту 27, жақшаның сыртында қосу 12. 37 қосу, жақшаның ішінде 26 азайту 14. Жақшаның сыртында 62 азайту, жақшаның ішінде 34 қосу 18 берілген. Ә нұсқасы. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап. Бізде үлгі берілген, енді қалған ә және б нұсқасын шығарайық. Ә нұсқасында бізде бірінші амал 92 азайту 22 деп тұр, яғни бұны жақшаның ішіне аламыз. Екінші амал 19 қосу 70 деп тұр, яғни ең алдымен 19 жазылғандықтан жақшаның сыртында ең алдымен 19 қосу жақшаның ішінде 92 азайту 22 болады.
тең 89-ға тең болады. Бұл нұсқасы бірінші амал бізде 36 қосу 15 деп тұр, яғни ең алдымен жақшаның іші жазылады. 36 қосу 15, 51 азайту 14 деп тұр, яғни жақшаның сыртында азайту 14, жақшаның ішінде бізде 51 шығады, 51-ден 14-ті азайтқанда 37 шығады. Енді 5-ші есептің нұсқасын шығарайық. Бірінші амал бізде жақшаның іші орындалады. 54-тен 27-ні азайтамыз, бізде 27 шығады. Екінші амал жақшаның сыртын орындалады. Қосу 12, яғни 27-ге 12 қосқанда 39 шығады. Жауабы 39. Бізде екінші есепте бірінші амал жақшаның іші орындалады. 26-дан 14-ті азайтқанда 12 шығады. Екінші амал жақшаның сырты 37, қосу 12 тең 49, өрнектің мәні 49-ға тең болады. Үшінші есепте бізде жақшаның іші бірінші амал 34-ке 18-ті қосамыз, 52 шығады. Екінші амал жақшаның сыртын орындаймыз, 62-ден 52-ні азайтқанда 10 шығады. Сонда өрнектің мәні 10-ға тең болады. Алтыншы есеп амалдарды орында. Ең алдымен амалдарды орындамас бұрын 1 дециметрде 10 сантиметр және 1 метрде 100 сантиметр, 100 килограмда 1 центнер бар екенін еске түсіріп алайық. Енді есептерді шығарамыз. 1 метр азайту 3 дециметр, 5 сантиметр тең сантиметрге айналдыр деп. Яғни 1 метрде бізде 100 сантиметр бар, 3 дециметр 5 сантиметр дегеніміз ол 35 сантиметр. 100 сантиметрден 35 сантиметрді азайтқанда 65 сантиметр болады. Енді бұны дециметр және сантиметрге айналдыру керек. 6 дециметр 5 сантиметр шығады. 73 килограмм қосу 27 килограмм тең бізде 100 килограмм болады. Енді килограммды центнерге айналдыр дейік. Яғни 100